Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге осындай әдемі, дәмді, свежий салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған заттарымызды барлығын ұзынша етіп тураймыз. Керекті заттар описанияда жазылып тұр. Қиярымыз бен қызанағымыздың тек қана шеттерін алып, ұзынша етіп тураймыз. Енді заттарымызды жинаймыз. Таза ыдысымызға етті, қиярды, қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақты саламыз. Дәміне қарай острый сушеный перец, кориандр, паприка, соя май, яблочный уксус, тұз саламыз. Сұйық майды ыстық күйінде құямыз. Енді кинзаны салып, жақсылап араластырамыз. Дайындап болған соң кемінде жарты сағатқа холодильникке салып қойыңыздар. Мінекей дайын болды, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.